Ассаламағалейкум қазавто көрермендері. Ақтау автобазарындамын. Қазір бағаларын түсіріп шығатын боламын. Енді бүгіндікше енді барынша арзан көліктерді түсірем. Өткен запроста барлығы арзан көліктерді көрсетші. Қолжетімді көрсетші. 2 миллионға дейін көрсетші деп жатыр. Енді басында біраз арзан көліктерді түсіретін боламын. Енді соңғы жағына қарай орташа бағадағыларды көрсетсем. Келістік па? Ал кеттік. Көп сөйлемей-ақ қояйық. Бағаларын білейік. Камри 97 жылғы да? 97 жылғы міне. Объем 2-2, газ, бензин, бағасы 2 миллион 600 дейді. Учет 5 жылық время мынаны дейтін. Доверіспен жаңа страховкамен алып кетесіңдер. Тапайсыңдар ғой қарай. Времен учет дегенде білесіңдер ғой да, 5 леткі. Сондай өтіп кеткеніне. Газ, бензин 2,5 миллионға беріп жүрем дейді достар. Болатын жер. Так, телефон нөмірі нақта бар ғой, скрин жасап аласыңдар міне тұрын. Екеуі бар екен, WhatsApp та бар, былай да бар. Міне достар, базар қайнап жатыр. Адам да көп, машина да көп, жетеді. Бағалар да біраз жобаға келген сияқты. Арзан базар достар, Opel Vectra дейді. Быстрый Ветра дейді. 1 миллион деп қойыпты бағасы. 900-ге береді шығар, Opel. Демейін ауысу керек дейді. 2 литр. 95 жылғы. 4 ай сайын ауыстырып тұру керек. Ремин зат болып тұр ғой. Грем ба? Нормально ғой міне дөңгелектер. Люгі бар сінде. Самолет? Шат дейді он. Не осылай. Алдарыңызда Opel Astra 2000 жылғы достар. 1.6 қозғалтқышпен. Автомат. Комплектация комфорт дейтіне көрдіңдер ғой. Мынаның клиренсін қараңдар достар. Баршылық кәдімгідей. Дөңгелектерде новый екен. Ішке өті. Багажын қаран, яқта отдельный штуркс тұр ортада. Багажын ашшы? Таза екен, әдемі достар. Бағасын кәтін көрсетейін қазір. 3 миллион 700 сұрап тұр не? Бензин, газ, кондиционер барлығы бар. Инжектор. Яғни простой қозғалтқыш. Міне багажы. Бір соғым дұры жүрігі болады екен артына. Багажы баршылық екен. 707, 606, 6001. Осы нөмірге барсасындар не? Келсін бар ғой? Бар. Келісіп бер жүре дейтіне. Болды, Қазавтон артынан келсеңдер. Келісіп бер жүре дейді. Достар, алдарыңызда 3 Nexia тұр қатарынан. Қазір бағасы? 2,4 бағасы. 2 миллион 400. Бір ғазайын. Полный комплектация 13 жыл. Полный комплектация 13. Гур кондер бар бұға. Родной краска. 2 миллион 400. Родной краска. Көрсет жүрейін айналым енді. Так. Дөңгелегі, жаңа екен. 4 аяғда. Маңғыраш, жерде тазадан шірімеген екен де дейсейтін. Мына жерін көрсетіп Үйсенге мешен етпейім мен. Қалайсың? Шықыр. Не ішкі өтті. Шірмеген Nexia бір жет көріп тұр ма? Мотор бар да біздің. Әдем сет тұр, дұрыс жоқ. Қазір. Мына жақта ақ тұр екен екіншісі. Мынау қанша? 2,5 ол. 2,5 миллион. 8-9. Так, мынау комплектация қандай? Комплектация 12 ол. Полный комплектация. Гур кондер бұда да. Газ бар. Міне ішкі өте. Кемірат жаңа сен соқтың ғой. Міне арты. Сіздің машина. Кеше не алды сен? Міне завод. Кеше алдық қана. Алдың ба? Жоқ, ол емес, басқасын алдық. Біз ешіге. Завод салынбаған ма ол? Мынандай Nexia-ларда қалыпты көрдіңдіз ғой. 51 мың проект. 51 мың? Иә. 51 мың. Масқара.
Так, телефон нөмірді өзің айтып жіберші. 701 Аха. 658 71 78. Осы нөмір. Мына бағасы қанша еді? 2,5. 2,5. Келіседі. Анау 2,4. Так, ары қарай кеттік. Мына Nexia. Мына қай жылғы? 2010 жылғы да? Пустишка. Так, бағасы? 1,800,000. А, 1,800,000 екен. Мына 2010. 194,500 жүрген екен. Телефон нөмірде тұр әне. Уалейкум ассалам. 1,8 дейді. Енді жыртық пытырыңа қарағанда жақсы ғой жігіттер ма? Иномарка ғой. Орыстың каталогына қарағанда жақсы мынау. Сразу айтайын. Алматыға барып қайтқанбыз 5 адам болып, әрі-әрі. Тоқтамай шуылдап. Мұнда полный, яғни толық нұсқасы мынау. Толық нұсқада мені бұларды енді мына кондер болады, гуру болады. Қысқа аяқпен. Қысқы дөңгелектермен тұр. GLE дейді. GL болса, мынандай комплектасы. GLE. Көрдіңдер ғой да? Бағасы қанша деп тұр? 1,850,000. 2012 жылғы да? Бензин дейді. Газда тұр. Осылай Nexia-лар. Так, легендарный достар. 210 Лупарик. 5 миллион бағасы. 99 жылғы. Рестайлинг деп айтады. Толықтай бұлғары іші. Люк бар. 4 матик дейді достар. 320 е. Жағдай зым екен, ә? Жаман қызығатын едім осыған. Бұрындар. Қазірде нормально нече. Достар, базарда ерекше Nexia. Нағара. Кәдімгі менің Бэхамның көзі сияқты ошанып тұрған кезде. Жақ. Міне. Көріп тұрған кәдімгіде. Бэхам көзі сияқты болып тұрған кәдімгі. Уалейкум ассалам. 2,5 миллион дейді достар бағасы. 2012 мет? 2013 бе? Кәдімгі андай спорт машиналар сияқты болып тұр ғой, артқы бетіндер анда, спойлермен. Мынаған бар ғой, үштік ба Бэхам моторын салып жүрсең, 2 твин турбо. Ұшатын шығар кәдімгі. 2,5 миллион сұрап тұр. Алдарыңызда 3 равон тұр қатарына. Қызыл, серебристый, ақ дейді. Бағалар қандай? 4,8, 5. 4 миллион 800, 5. Окончательный бағалар, ә? Сразу айтып жатыр жігіттер. Қайсы қандай комплектация ма? Средний, полный. Сына полный. Полный арзан болып тұр ғой, ә? Равон ғой. Равон. Мұнлар? Chevrolet. Chevrolet. Так, автомат қой да, үшеуде? Жоқ. Екеуі автомат. Екі автомат. Мына механикада. Кетті механикадан бастайық. Міне. Жылдар қандай мына? 21 жылғы да? Жаңа екен. Регистратор. Chevrolet Nexia деген осы ғой, ә? 21 жылғы. 5 миллион да? Окончательно 5 миллион. Так, телефон нөмірін айтып жібер. 808 348 64 81. Осы нөмірге барсасыздар міне. Одан кейінгі серебристый. Мына автомат қой. Не ішкі өті. $5 миллион келсін бар. Газ, бензин. Мерстің зат сияқты болып тұр ғой. Титанкс сияқты болып. Газ, бензин. Телефон нөмірі? 8700 900 12. Осы нөмірге алсасыңдар не? 5 миллионға беріп жүрем дейді. Мына 4-8-ге берем дейді. Мына полный комплектация дейді. Қызыл түсті екен, қыздар қатып кетеді оны. Негізі қызыл түсі ерекше болды, ә?
Автомат. Ravon. Shundoq qanchalar? 20 da? Кейде ана жақта қызыл камерде көріп қаламыз ғой, әдемі болып тұрады да, бөлініп кәдімгі ерекшеленіп. Дейді, әдемі түс. Телефон нөмірі айтшы. 775 545 31 95. Ravon Nexia R3 дейді. Осылай отыр бағалар. Так, достар, алдыңызда 25 Camry 2001 жылғы. Не? Объем мынау 2.2 ма? 2.2. Gaz benzin. Расход жоқ. Бағасы? Бағасы 3 келісіп берем. 3 миллион кесіп бер жіберем дейді достар. 25. А? Таза екен иә салондары. Автомат. Автомат. Gaz benzin. И тап-таза ғой іштері. Не? 25-тік. 4 дөңгелек саласың, а? Иә. Сосын басасын. Сауда бар ма? Сауда бар. Телефон нөмірді айтшы енді? 702 964 0807. Осы нөмірге алсасыңдар не? Все, да. Бұларыңызда Camry Европейк мынау. 3 түк қозғалтқышы. 6 миллион да? 6 миллион 200 бағасы. Мынандай енді жағдайда реткі кездеседі достар. 387 мың жүрген 3 түк қозғалтқышпен. Көріп тұрсың ғой, плавающий сиденье барлығы бар. 6 миллион 200. V6. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Қозғалтқыш көрдіңдер ғой, жыбырламайды ғой да. Газ, бензин. Былқып тұр. Телефон нөмірі айтшы братан? 707 930 3909. Осы нөмірге хабарласасыңдар. Так, Lexus ES 3-те 3 қозғалтқышпен 2003 жылғы 6 миллион 200 сұрап тұр. Толықтай былғары іштері. Люк бар. Газ бензин ғой? Таза бензин да? Газ жоқ. Әші қойылмаған ба? Не көрдің ғой, жігіттер бензинмен айдап жүр. ES 300. Достар көбісі ойлайды, біздердің күн шығып тұрғанға бір ауа райы жылы ғой деп та. Жүре берген сайын бар, тоңа бересің мына жақта. Ауа райы сондай, екі қолың қатып қалады. Беттерің қызарып жатқан шығар, бірақ күн шығып тұр шарқырап. 11 градус жылы дейді. Мұздай желдіріп тұрады ғой. Лайк басып отырыңдар достар. Лайк басып тіркеліп бөлісіп отырыңдар WhatsApp топтарға. Кеттік ары қарай. Не бар тағы көрейік. Бірақ объем 3-те 3-те. Не дөңгелектер? 6 миллион 200 енді келісіп береді ғой бағасын. Телефон нөмірін айтып жүр. 208 906 97 86. Осы нөмірге хабарласасыңдар. Келісесің ғой? Келісемін. Тағы бір минивендердің мықтыларының бірі достар, міне Honda Odyssey 2008 жылғы 3-те 5. Міне қозғалтқыш, газ, бензин. Барлығы электрлі жылтытқыш. Көріп тұрсыңдар ғой, әдемі ма? Ары қарай кетті. Android 8,5 миллион достар, қазақ нөмірі барлығы. Келісім бар ғой? Келісім бар ғой? Келісеміз дейді. 7 орындық. Былқы отырасында тұрасыда. Неше? 105 литрлік баллон міне. Багажда нормальный екен, үлкен. Телефон нөміріңді айтып жүр? Билайн 371 269 0970. Осы нөмірге хабарласасыңдар міне. Odyssey'ге. Түсі де екен.
Highlander көріш дегендерге міне 3/5 қозғалтқышпен. Таза бензин сияқты, мына газ бар екен ғой, да? Газ Бар екен. Түседі ме екен мына? Міне бағасы. Келсін бар ғой, 11 миллион бағасы келсін бар. 2013 жылғы 3/5 литр газ бензин. Полный привод, да? 170 мил. Налог старый дейді. Налог қаншасында старый? Старый болса арзан ғой онда. 60 мың шығып шығар, да? Highlander. 7 орындық. 11 миллион сұрап тұр. Келсіп бер жіберем дейді. Ана жақтан алып келгенде дәл осындай жылдар 11-12. Дәл осындай бағаға шығады. 11-12 миллион. Енді 11-12 аласың тек. Максимум 1-2 жыл. Так, достар, Toyota Avensis. Ішкі өттер. 2000 қай жылғы дедің? 2005. 2005 жылғы. Не? Келсін бар дейді бағасы. 4,5 миллион ғой, да? 4,5 миллион. Не алдың өтті табыл айтсын. Android жатыр ішінде. Газ бензин. Vivitai дейді. Telefon nömrə açır? 878 Aha. 649 55 81. Осы нөмірге арасыздар не? Келсін бар дейді. Nissan Tiida 2008 жылғы көк түсті екен. Бағасы қанша мына? 3 миллион 800. 3 миллион 800. Автомат қой? Иә. Автомат. Газ. Газ жоқ. Газ жоқ. Бензин. Таза бензин 1.8 объемда. 3 миллион 800 тұрап тұр. Қанша нөмір не көрсетіп отыр ба? Бірдеңе бар ма? Нормально, пока айналып тұрады. Нормально дейді. 1.8 қозғалтқышпен достар. Объемы. 3 миллион 800. Дөңгелектердің жағдайы осындай болады. Ішкі беті. Таза былай. $96,000 жүріп тұр дейді. 96,000 ба пробегі? 96,000 ба пробегі? Мил ғой. Мил, да? Телефон нөмірді айтшы сразу. 702 Аха. 354 Аха. 04 52. Осы нөмірге хабарласасыңдар не? Келісім бар ғой? Келсін бар газымыз. Газның. Санаталар. 2007. 2007? 3. Мына 3-3 ба? Газ жоқ, бензин. Таза бензин. Бағасы? Қазақ. Таза қазақ, иә. Бағасы 4 миллион 800. 4 миллион 800 дейді. Зимний дөңгелектермен тұр. Міне ішкі беттер. Android 3/3 дейді қозғалтқыш. Ема-я. Міне Sonata. V6. Сары көкке ұқсайтын Sonatалар дейтін осылар ғой міне. Мынау? Мынау 2005. 2005. Аха. Газ бензин. Газ бензин. Объемы? Объем 2,4. 2,4. 3,8 мынау. 3 миллион 800 да бағасы. Нөмірге хабарласып. Жаңа барлығы бір нөмір ғой да? Все, бір нөмірге хабарласа бересіңдер. Міне ішкі беті. Android мынада да. Таза іш шығып тұр ғой әдімдей. 259,000. Жүрген, кіма жүрген. Мил жоқ енді бұларда. 2/4 қозғалтқышпен Sonata. Осылай отыр бағалар. Ал достар, осымен де шет жағына шықтым. Осы бізге керек ау, бағасын білу керек деген көліктердің бағасын білдім. Лайк басып енді WhatsApp топтарға бөлісіп жіберіңдер.